Сәлеметсіздер ме? Менің атым Руслан. Ал менің атым Мадина. Біз дәрігер болып адамдарға жәрдемдесуді армандаймыз. Сондықтан біз сіздерге біреу жарақат алса, не істеу қажеттігі туралы айтып бергіміз келеді. Сынықтың белгілері: Қозғалыс кезіндегі күшті ауырсыну, ісіну, сынған тұстың қалыпсыз қозғалғыш болуы, зақымданған қол аяқты бүгу, жазу қиын болады. Ашық сынық кезінде жарада сүйектің сынықтарын көруге болады. Сынық кезінде не істеу қажет? Зақымданған қол аяқты тыныш күйде ұстау қажет. Аяқ зақымданған болса, ол қозғалмауы үшін оның бетіне тік шендеуіш шина қою қажет. Егер арнайы шендеуіш болмаса, сызғышты немесе түзу таяқтарды қолдануға болады. Шендеуіш сынықтың жоғары және төмен тұстар қозғалмайтындай етіп қойылуы тиіс. Жарақат тұсына мұз немесе суық суға малынған матаның бөлігін қою қажет. Матаны әр 2 минут сайын суық суға малып отыру қажет. Бірақ егер зақымданған тұста ашық жара болса, оған су тигізуге болмайды. Оны зарарсыз дәкемен таңып, үстіне суық затты, мысалы мұз салынған пакетті қою қажет. Не істеуге болмайды? Зақымданған қол аяқты қозғауға болмайды. Зақымданған аяққа тұрып басуға болмайды, ашық жараға су тигізуге болмайды. Барлығы түсінікті деп ойлаймыз. Біреуге көмек қажет болса, біздің сабағымызды еске алып, көмектесе аласыз.